секілді. Бәрі жай ғана интернеттегі түрлі видеоларда көруден басталды. Білмейм, әйтеуір баурап алғандай болды. Үшінші курста оқып жүрген кез ғой. Универде үздік болдым. Бағыт тек сабақ пен үй арасы. Бос уақытта көбіне өз бөлімде өткізіп, барынша білім алып жүрдім. Жалпы медицинада білім алып жүргенмін. Өзімше тайм-менеджмент құрастырып, күнде кешкі уақытымды дәріске арнадым. Кітап тауыстым. Желден, ютубтан түрлі танымдық бейнелерді қарай бастадым. Пайдасын бере бастағандай. Арасында сүйікті домбырамды алып ап күй шертем. Мұны атам үйреткен. Ютубтан блог жүргізіп, видео жүктеп қоятыным бар. Хоббиім ғой. Досыммен түрлі видеоларға қатысты сілтеме алмасып отырамыз. Бір күні қарап отырып, кенет әлде бір діни каналға кірдім. Тақырыптары өте өзекті. Сыни уағыздарды бірінен соң бірін ашып қарай кеттім. Құдайға сенсем де діни білімім аса жоқ еді. Бірақ әлгі уағыздар баурап алғандай болды. Уақыт өте уағыздар күнделікті өмірге әсер етті. Жақындарымның сөзіне күмәнмен қарайтын болдым. Музыка мен өнердің харам екенін ұғындырды. Бүгінгі дейін алған білімім ақыретке пайдасы жоқтай көрінді. Терең білім тәңір ісіне араласу болғаны ма? Айналамның барлығы лас әрі жиіркенішті көрінді. Уағыздарға құдайымдай сендім. Сендірді. Уақыт өте берді солай. Мен өзгердім. Құдай жолына түсуге әзір екенін ұқтым. Бірақ бұл жол тек қараңғыға толы. Мен адастым. Әлбетте жаза бастым.